Қазір біз Python'да шарттарды жазуға арналған өрнектерді құрастыруды үйренетін боламыз. Біз әдетте if біздің енгізген санымыз a үлкен болатын болса 0-ден, онда print оң сан деген мәлімет шығару кодын алдын жазған болатынбыз. A бұл енгізілетін мәлімет деп жаза өтейік алдын. Енді мынаны запуск басатын болсам, бір санды берейік, мысалға -9 десем, Enter басқаннан кейін ештеңе шықпайды. Себебі оң сан деген текст шығу үшін a саны 0-ден үлкен болу керек еді. Бізде -9 0-ден кіші, сондықтан да оң сан деген текст шықпай тұр. Бұл жерде біз boolean деген мәліметтер типін түсінуіміз керек. Boolean типінде екі ғана мәліметтің түрі бар. Ол true немесе false. Бізде әрдайым осы if, else конструкциясында мына жерде жазылатын, көрсетілетін шарт, ол boolean типіндегі бір мәліметке ауыстырылады, яғни сәйкесіне. Мысалға мен мына жерде print a үлкен 0 дегенді жазып көрсететін болсам, және мынаны қайтадан запуск басып 9 деп, -9 деп жіберетін болсам, -9 және астына false деп шығарады. Неге? Бізде мына бірінші if жанындағы шарт -9 үшін дұрыс орындалмайды, сондықтан оң сан деген бізде мәтін шықпайды. Бірақ одан кейін бұл if-қа тәуелсіз бір жолда print a үлкен 0 деген жазу тұр. Бұл функция print'і бізге false деген жауап қайтаруда. Қалайша? Мына жерде бізде a -9-ға тең, ол 0-ден үлкен деген тұжырым, ол өрнек қате, сондықтан false деген жауапты қайтарады. Яғни әрбір өрнек оның дұрыс немесе дұрыс емес деген false, true деген мәніне өзгертіліп, ары қарай жұмыс жүреді. Немесе мысалға мен мына жерде 5 деген оң санды беріп көрейін, онда оң сан және true деген екі жауап бізде қайтарылады. Бірінші оң сан деген, ол мына if конструкциясында бізде тексеріс дұрыс болып тұр. Одан кейін print оң сан деген мәтін осы if-ке тәуелді болып шығарылады. Одан кейін сәйкесінше a-ның мәні 5, ол 0-ден үлкен, және бұл өрнек дұрыс, true деген жауап шығарады. Ал енді біз Python'да шарттар жазуға арналған өрнектердің барлық түрлерін қарастырып көрейік. Бірінші бізде print үлкен кіші таңбалары. Бірінші біз 9 үлкен 3 деген жазып көрейік, және үтір қойып жанына екінші бір өрнек жазайық, мысалға 3 кіші 5-тен деген. Бұл жерде бізде жауап true және true деп қайтарады. Себебі бізде бірінші өрнек 9 үлкен 3 деген, бұл дұрыс өрнек. 3 кіші 5-тен деген, бұл да дұрыс өрнек. Бұл бізде үлкен және кіші өрнектері математикадағыдай жұмыс істейді. Ал енді келесі мысал, математикада теңсіздіктерді көрсету барысында қатаң және қатаң емес деген екінші түр бар. Бізде бірінші қарастырған мынау қатаң үлкен, қатаң кіші болатын болса, қатаң емес екендігін көрсететін мысалға мынандай бар. 4 үлкен немесе тең 6-дан дейікші. Үтір қойып 7 кіші немесе тең 7-ге дейік. Бұл жерде запуск басатын болсақ, бірінші өрнегіміз true алдыңғы мысал, астында тұрған false true, екінші print'тан шыққан жауап. Біріншісі false болуда, себебі 4 үлкен немесе тең 6-ға деген өрнек бұл қате. 4 6-дан үлкен емес, оған тең де емес, сондықтан бұл жазылған өрнек қате. Ал 7 кіші немесе тең 7-ден деген бұл дұрыс. Себебі бұл жерде екі шарт қойылып тұр. Яғни 7 кіші болу керек, немесе тең болса да болады дейді. Бұл бізде true'ді қайтарады. Егер біз бұл өрнекті қатаң кіші өрнегімен жазатын болсақ, 7 кіші 7 деп жазатын болғанда, үшінші жауап бізде false болады. Себебі 7 кіші 7-ден деген бұл қате нәрсе. 7 ол 7-ге тең. Мына жерде ол тең болып қалатын жағдайы қоса қарастырылған. Енді екі нәрсенің бір-біріне дәл теңдігін қалай көрсетеміз? Мысалға 5 тең болса 5-ке дегенді 2 рет теңбе-теңдік белгісін қою арқылы жазамыз. Бұл жерде міне үшінші жолда бізде true шығып тұр, себебі 5 тең 5-ке деген көрсетілуде. Бір ғана теңді қалдырып кету бұл қате болады. Бір теңдік қою арқылы біз меншіктеу процесіне кетеміз. Меншіктеу деген сөз бір айнымалының ішіне бір мәнді сақтауға тырысу.
Бізде бұл жерде меншіктеу немесе бір мәнді екінші жерде бір сақтау деген операция жоқ. Біз бұл екеуі тең ба деген сұрақтың жауабын көргіміз келіп отыр. 5 тең ба 5-ке? Иә, true, дұрыс жауап қайтарылуда. Сонымен қатар бізде математикада 5 тең дегенді бұлай белінен қиғаштап сызып 6-ға деп немесе x тең емес 7-ге деген сияқты теңсіздік, тең емес белгісін көрсететіні бар. Питонда тең деп сызып қоятын өрнек жоқ, бірақ мынандай жолы бар. Мысалға 5 леп белгі тең 5 десек, бұл 5 пен 5 тең емес деген өрнек болып тұр. Және бұны запуск басатын болсақ, бұл мына false деген жауап қалып келеді. Себебі 5 тең емес 5 деген қате. 5 ол 5-ке тең. Бірінші өрнектің жауабына көрсетілгендей. Енді бұл жерде тең емес дегенде әдетте былай жазып қолданылады. Мысалға мына жерден true қайтады. 5 тең емес 1-ге деген. Бұл дұрыс. Міне. Үшінші тұрған жауапты көретін болсақ, true деп шығаруда. Енді біз бұл өрнектерді қоюды қазір көрдік.